Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатолла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Жол апатынан қаза тапқан қазақстандық жұлдыздар ғылым мен техника қарыштап дамыған сайын көлік саны артып түрлерде көбейіп келеді. Адамның көлігі көп жолдарда көлік апатының да көптеп орын алып, қаншама адамның қайғылы жағдайға душар болғаны өкінішті жайт. Солардың ішінде халық жадында да қалған қазақстандық жұлдыздар да бар деп хабарлайды Стан.кз. 2000 жылы қарашаның 27 күні Қазақстанның еңбек сіңірген әншісі Мадина Ералиева көлігімен аударылып, сол жерде қайтыс болды. 2000 жылы желтоқсанның 31 күні Сидней Олимпиадасының чемпионы боксшысы Бекзат Саттарханов 20 жасында жол апатынан қайтыс болды. Жаңа жылды өз үйінен қарсы алмақ болып, Темірлан ауылында жол апатына ұшырады. 2009 жылы шілденің 16 күні тележүргізушісі әнші Руслан Бөлебай жол апатынан көз жұмды. 2010 жылы наурыздың 4 күні Досмұқасан тобының әншісі Бақытжан Жұмадинов бақилық болды. Ол Досмұқасанның тағы бір мүшесі Досым Слейіппен бірге бір қорда асуынан түсіп келе жатқан беті болған. 2011 жылы 26 қыркүйекте қазақ өнері тағы да қайғы жамылды. Әнші сазгер Ержан Серікбаев 50 жасқа толғанда жол апатынан қайтыс болды. Ол осы оқиғадан бір күн бұрын ғана Алматыдан туған жері Арыс қаласына асығып аттанған екен. Сазгерді сонда көлік қағып кеткен. 70-тен аса ән жазған Ержан Серікбаевтың Шымкенттің салқын сырасы халық ішінде кеңінен тарады. Оның Қала, Көтерейік қане достар, Алматы таңы, Қазақ жігіттері сияқты шығармалары ел сүйіп тыңдайтын тамаша туындыларға айналды. Марқұмның артында жұбайы мен бір ұлы қалды. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.